Кайрылы күн. Бізде бүгін таңға асқа тары кашасы. Бұл тары кашасы пайдалы, тойымды, әрі дәмді болып дайындалады. Осындай сұйық емес, қою емес. Тары кашасын жасағыларыңыз келсе, менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге бір пиалай тары. Осылай пиалайға салып өлшеп аламыз. Мінекей. Бұл тарыны біз әбден сумен ағызып жуып аламыз. Осылай. Тазалап жуып болған соң пісіретін табамызға саламыз. Үстінен қайнап тұрған кипяток суды құямыз. Сәл асыра құямыз, 1 сантиметрдей. Тарымыз қайнады. Қайнағаннан кейін мынандай көпіршіктер шығады. Негізі суды өлшеп құйсаңыздар да болады. Қанша пиалай тары салдыңыздар, тура сол пиалаймен 3 қасық саласыздар. Суды құясыздар. Жаңағы 3 пиалай су қылып құясыздар. Мысалы 1 пиалай тары салсаңыздар, 3 пиалай су құясыздар. Бірақ мен негізі өлшемей құя саламын. Бетінен асырам 1 сантиметрге дейін. Сонымен осылай бір қайнаған кезде көпіріктерін алып тастаймыз. Міне осылай көпіріктерін алып болғаннан кейін ложканың ұшымен тұзымызды салып қоямыз. Қайнағаннан кейін бетін жауып, астын басып қоямыз. 9-10 минуттай өзі қайнап суы тартылады. Міне су әдем болып тартылды. Барынша тартылды. Енді бұның үстіне міне 1 кесе сүтімізді құямыз. Араластырамыз. 1 келкі болғанша араластырамыз. Сүтімізді құйып болғаннан кейін 3 ас қасықпен қант салам. Толтырмай салам. Араластырамыз. Бір қайнағаннан кейін 3-4 минуттан кейін өшіріп қоямыз. Міне тары кашамыз дайын болды. Астын өшіріп қоямыз. Осылай дайын болған кашаны салып бере береміз балаларға. Мына жерде стиральный машинамның сушилкасы қосылып кеткен. Содан кейін дірілдеп кетті телефоным. Ал сіздерге осы видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.